Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Айт арабшадан аударғанда мейрам деген мағынаны білдіреді. Намазы жамағатпен жария түрде оқылады. Азан мен қамат оқылмайды. Мысалы, имам Алла разылығы үшін 2 ракағат құрбан айт намазын оқуға ниет еттім деп ниет етсе, жамағат 2 ракағат құрбан айт намазын оқуға ниет еттім, үйдім имам деп ниет етеді. Аллаху әкбар деп тәкбір айтылып, құлақ қағылып, қол байланады. Имаммен бірге жамағат құпия түрде Субханака Аллахума дұғасын оқиды. Одан кейін имам жария түрде, жамағат құпия түрде Аллаху әкбар деп 3 рет тәкбір алады. Әрбір тәкбірді айтқанда қолдар жоғары көтеріліп, 2 жанына түсіріледі. 3-ші тәкбірден кейін қол байланып, имам әғузу мен бисмиллахты құпия түрде, одан кейін фатиха мен қосымша сүрені дауыстап оқиды. Кейін жария түрде Аллаху әкбар деп рүкүғ пен сәждеге барады. Жамағатта имаммен бірге рүкүғ пен сәждеге барады. Содан кейін 2-ші ракағатқа бастайды. Имам құпия түрде бисмилланы, жария түрде фатиха сүресін және қосымша сүрені оқиды. Міне, осыдан кейін алғашқы ракағаттағыдай 3 рет Аллаху әкбар деп тәкбір алады. Әрбір тәкбірді айтқанда қолдар жоғары көтеріліп, 2 жанына түсіріледі. 3-ші тәкбірден кейін қол байланып, имам әғузу мен бисмиллахты құпия түрде, одан кейін фатиха мен қосымша сүрені дауыстап оқиды. Кейін жария түрде Аллаху әкбар деп рүкүғ пен сәждеге барады. Жамағатта имаммен бірге рүкүғ пен сәждеге барады. Содан кейін 2-ші ракағатқа бастайды. Имам құпия түрде бисмилланы, жария түрде фатиха сүресін және қосымша сүрені оқиды. Міне, осыдан кейін алғашқы ракағаттағыдай 3 рет Аллаху әкбар деп тәкбір алады. Бұдан кейін имам жария, жамағат құпия Аллаху әкбар деп рүкүғ пен сәждеге барады. Сәждеден кейінгі соңғы отырыста әт-тахият, салауат, Раббана дұғалары оқылып, 2 жаққа сәлем беріледі. Осылайша айт намазының оқылуы бітіп, имам құтпа оқуға мінберге шығады. Айта кетейік, айт намазында 2 құтпа оқылады және 2 құтпаның арасында жұма намазында отырғандай болады. 1-ші құтпаның басында Аллаху әкбар деп 9 рет, ал 2-ші құтпаның басында 7 рет айтудың сауабы мол. Сондай-ақ айт намаздарының басында немесе соңында сүннет намаздары оқылмайды. Алла елшісінің заманында да әйелдер етекілі келгендерді санамағанда мешіттегі 5 уақыт намазға қатысушы еді. Бұл жалпыға ортақ болған тәжірибе, әрі халық бұған мұқтаж еді. Бұл дәуір исламның алғашқы кезеңі болғандықтан әйелдерге намаз оқып үйрену керек болды. Сонымен қатар фитна мәселесі қазірге қарағанда әлдеқайда аз еді. Сондықтан әйелдерде намазға үйрету мұқтаждығы қазірде болып, қиямет күніне дейін жалғасса да, бүгінгі күні фитна мәселесі басқа кезеңдерге қарағанда аса қауіпте. Айша анамыз пайғамбарымыздың өлімінен кейін көп ұзамай фитна көбеюі себебінен мұны әйелдердің мешітке баруын тоқтата бастады. Ислам ғұламалары әрқашан фитна мәселесін ескеріп отырады. Сол себепте олардың көбі әйелдің мешітте не айтқа арналған орында болсын намазға қатыспауын бұйырды. Әйел адамдарға айт намаздарына қатысу парыз емес, және бұл мұстахаб болып та саналмайды. Олар мешіттегі айтқа қатыспаса, үйде де оқымайды. Айт намазы тек қана жамағатпен оқылатын намаз. Барша мұсылман қауымына құрбан айт мүбәрәк болсын.